Қызық оқиғаға қатысты 10 логикалық сұрақ. Әдеттегідей видеоны бастамас бұрын каналға тез-тез тіркеліп кетейік. Бірінші сұрақ: барға келген адам. Ер адам барға кіріп бір стакан су сұрайды. Бармен бірдеңе іздей бастайды да, кенет пистолет алып шығып, ер адамға бағыттайды. Ол рахмет деп шығып кетеді. Не болып кетті өзі? Сізге ойлануға 10 секунд беріледі. Ер адамның ақылығы болды, және бармен судан гөрі кенеттен қорқыту оған жақсы көмектесер деп ойлады. Екінші сұрақ: Антоний және Клеопатра. Антоний мен Клеопатра Египеттегі вилланың еденінде өлі табылды. Олар уланбаған және денесінде ешқандай белгі жоқ. Қасында сынған шынылар ғана бар. Трагедияның жалғыз куәгері ит. Антоний мен Клеопатра қалай өлді? Бұл иттің құлатқан аквариумындағы 2 алтын балық болатын. Үшінші сұрақ: көмір, сәбіз және шляпа. 5 тас көмір, сәбіз және шляпа аулада жатыр. Оларды онда ешкім арнайы қоймады. Бірақ олар неліктен мұнда жатқанының логикалық түсіндірмесі бар. Не болғанын түсіндіңіз бе? Бұл еріп кеткен ақ қаланың бөлшектері болатын. Төртінші сұрақ: адам және көлік. Адам өз көлігін итеріп келе жатыр. Ол отельдің алдына келіп тоқтағанда бірден банкрот болды. Неге? Адам монополия ойынын ойнап отыр. Бесінші сұрақ: кісі өлтірген кім? Ер адамды өз офисында өлтіріп кеткен. Өлерден бұрын ол ішіне қадалған пышақты алып шығып, қабырғаға 10-2-3-2-8 деп өз қанымен жазып, пышақты күнтізбеге қадап үлгерді. Күдіктілер: Мирас, Нәзерке, Қанат және Жанар. Кім кісі өліміне кінәлі? Уақыт кетті. Қылмыскер Қанат. Бұл сандар күнтізбедегі айлардың реттік нөмері: 10 қазан, 2 ақпан, 3 наурыз, 2 ақпан, 8 тамыз. Ал бастапқы әріптерінен қылмыскердің аты шығады. Алтыншы сұрақ: ұлдарымен болған мәселе. Әйел адам ұлдарын бір уақытта, бір күнде, бір жылда дүниеге әкелді. Бірақ олар егіз емес. Бұл қалай сонда? Себебі олар егіз емес, олар үшем. Жетінші сұрақ: 3 есік. Алдыңызда 3 есік бар. Бұл есіктің артында қылмыскер, мына есіктің артында 6 ай аш отырған арыстан бар, ал мына есіктің арты өрт. Тірі қалу үшін қай есікті таңдайсыз? Ортаңғы есікті таңдау керексіз. Арыстан оның артында баяғыда өліп қалған. Сегізінші сұрақ: сандар. 6, 5, 1, 2, 7, 0, 8, 9, 4, 3. Мына сандар тізбегі қандай принциппен құрылған? Сандардың атауының алғашқы әріптерінің алфавиттегі реті бойынша тізбектелген. Мысалы, 6, 5, 1, 2 және солай кете береді. Тоғызыншы сұрақ: 3 сызық. Мына 4 нүктені тек 3 сызықтың көмегімен қосыңыз. Дайынсыз ба? Экранға қараңыз. Және 10-шы сұрақ: мистер Джеймсті өлтірген кім?
Бір күні жексенбілік кеште мистер Джеймс өз үйінің жанынан өлі табылды. Денесі қар астында қалған. Бұл туралы бағбан мистер Джеймстің әйеліне хабар берді. Ол бірден полицияға звондады. Полиция үйдегілерден жауап алып, барлық алиби анықталды. Бағбан қар тазартып жатты. Үй қызметшісі төсек салып жатты. Ұлы душқа түсіп жатты. Аспаз таңғасы әзірлеп жатты. Әйелі таңғасын күтіп, кітап оқып отырды. Джеймстің апасы каминнің қасында отырды. Сол күні полиция 2 адамды тұтқындады. Бұл екеуі кімдер екенін тауып көріңіздер. Жауап: әйелі мен аспаз. Неге? Себебі таңғасты кеште әзірлемейді. Ал достар, барлық жұмбақтың шешімін таптыңыз ба? Жауаптарыңызбен комментарийда бөлісіңіздер. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.